Міне осы, дәл өзі. Дүкен алдына тығылам деп ойлаған ғой. Менің ана бүткіл шығынды өтейтін болсын. Кешіргіңіз келмей ме? Ешқандай да кешірім жоқ, кешірмеймін мен. Мен айтсам болады ма? Айтқышын өзінің. Айт. Апай, мен сіздің дүкеніңізді тонаған жоқпын, мен тек алдында отырдым. Сонда сен жеті қараңғы түнде дүкеннің алдына жай отырсың ба? Жоқ әлде жұлдыз санап оттың ба? Беті бір кетпесең өтірік айтады өзі. Мен дүкеннің алдына қонуға келдім. Баратын жерім болған жоқ. Сөйтіп бір бейтаныс екеулер келіп, сіздің дүкеніңіздің құлпын темірмен қопара бастады. Тарсылдатып. Сол кезде сіздер айғайлап шулап шыға келдіңіздер. Әлгі екеуі қаша кетті. Мен не тығыларымды, не қашарымды білмей сол жерде қалып қойдым. Сіздер келіп мені ұстап алдыңыздар. Балаңыз қайда сіздің? Балам бір таныстарымның үйінде. Ал мен далада түнеймін. Апай, сіз мені ұмыт қалдыңыз ба? Мен күндіз ғана сізден нан мен су алып едім ғой. Мен сені қайдан көрдім десем? Баламен келген жоқсың ба? Иә. Иә, есімде. Сонда жаңа ұрыларымыз қайда кетті? Ой, бой. Алло. Қалайсың? Сенің клиентің осында отыр. Қайсы? Әлгі баласымен көшеде жүрген әйел. Иә. Қазір кел. Бұл жүріс жарамайды. Баланы тапсыру керек. Қайда тапсыру керек? Мемлекетке. Қалай? Сіздің тұрғылықты мекен жайыңыз жоқ. Ал баламен қаңғырып жүруге болмайды. Сондықтан детдомға тапсыру керек. Мен қаңғып жүрген жоқпын. Мен жақында өзіме пәтер сатып алам. Сатып алсаңыз, сол кезде балаңызды қайтарып аласыз. Сіз немене мен баламды тартып алғалы отырсыз ба? Алло. Ау. Қазір. Қазір келе жатырмын деймін. Бара жатырмын деймін. Енді кішкене шыдай тұрсаңшы, енді бара жатырмын. Кезекші патруль жібере берсеңдерші. Жібере беріңдер. Адам бар менде. Қалайсың? Жақсы. Жұмыс қалай? Жақсы. Қайда? Кабинетте жүр. Жаңағыны осында болған. Сержант! Сен бүгін тым кеш шықтың ғой, таңғы 5-те кетуші едің. Кеше ешқандай автобус бұзылған жоқ, сондықтан да бүгін асықпай бар жатыр. Айтпақшы, айым, бүгін мен келмейтін шығармын. Неге? Анау бастықтың КамАЗын жөндеу керек болып жатыр. Түнімен бе? Иә, ертең арғыны выходной, сондықтан да бәрін бүгін бітіріңдер деп жатыр. Баланы өзің апарып бересің бе, әлде анасы келіп алып кете ма? Өзім апарып берем. Арғарай сосын жолдан жұмысқа кетем. Біз паркте кездесеміз дегенбіз. Айым, не ғой, анау балдарын тастап қашып кетіп жатқандар көп дейді, солардың біреуі болып шықпасыншы. Байқаш. Жоқ, ол ондай емес. Алмат, бір түнге қонсыншы. Кім, анасы ма?
Жоқ, айым, мен баласына онсыз да рұқсат бердім ғой. Танымайтын біреуді үйге кіргізуге қорықпайсың ба? Енді жақсылық жасасаң алдыңнан қайтады дейді ғой. Мүмкін осы жақсылығымызға орай бізге де бір бала беріп қалар. Өтінем Алла. Жарайды. Рахмет. Сен аласың ба? Несіне тоқылдатып тұрсыз? Көріп тұрсыз ғой, ол үйде ешкім жоқ. Кешегі әйел не болды, табылды ма? Сен де бір капитан дейді ғой. Жұмыста ғой, қазір келемін. Бір әйелге бола сотрудниктерімді жұмсай алмайым. Саған керек па? Өзім тауып ал. Қалай табам мен? Қалай табам? Қалай табам? Не? Мә, фотосы. Баяғыдан жетпейсің ба? Осыған қарап тауып ал. Әшейінде бізді сынағанда кереметсің ғой? Көрейік өзіңді. Көмектескім келсе басқа адам көп қой. Неге осы елге қатып қалдым? Өзің айтқан жоқсың ба, баласымен далада қонып жүр деп. Бала үшін аман. Білесің ба, баламен далада қону оңай емес. Ажар. Тоқтаңыз, Ажар. Жоламаңызшы маған. Сіздің менде неңіз бар өзі? Тоқтаңыз, Ажар. Менде шаруаңыз болмасын. Ажар. Бухгалтерия отчеттарды тапсырды ма? Налог жағынан вопростар жоқ қой? Жоқ, бәрі дұрыс. Ертең акционерлермен кездесем. Биылғы өткен жылдағы кіріс шығыстардың бәрі болатын болсын. Содан кейін фонд не болып жатыр?
Зекет қорының жігіттерінен біраз адам тізімін алғам. Қазір сол бағытта жұмыс жасап жатырмын. Түсінікті. Ақша нағыз керек жеріне баратын болсын. Әрине. Осы отчеттарды 1-2 күнде тапсыр. Осы кварталдың налогымен бірге жаптырып тастауымыз керек. Содан кейін не көп көмекке зәру адамдар көп қой. Солардың біреуін тап та тезірек керек жарақтарын алып бер. Іске кіріс. Сен таппаған соң баланы алып кеттім. Біраз балабақшада ойнадық. Рахмет. Сен қайда болдың? Мен ар-бер жүгіріп шапқылап жүргем. Қайда қондың? Айтсам күлесің. Қош, күлмеймін, айта бер. Айтайын ба? Айтшы енді. Обезьянникте. Қалай? Басынан бастап айтып берейін ба? Айтсайшы енді. Былай болған ғой. Айым, рахмет саған. Көп рахмет. Ой, ештеңе етпейді. Сен бізге сондай ақ пейіліңмен көмектескің келеді. Оны кейін қайтара алам ба саған? Қойшы. Сондай бір жақсылық жасап жатқан жоқпын ғой. Және не істесем де өзім үшін істеп жатырмын. Білмеймін. Бойыма бала бітпей қойды. Алматы екеуміздің арманымыз осы. Кейде адамдардың балаларын далаға тастап кеткенін естіген кезде жүрегім шымырлап кетеді. Біреу балаға зар болса, ал біреулер балаларын өлтіріп жатады. Кел, болды, жатыңдар. Ал, қане тұрамыз, шай ішеміз. Бүгін мен ешқайда бармайым, сен де қалсаңшы. Менің бір шаруаларым бар еді. Тұра ғой. Жарайды, онда Бекенай менімен қалсын. Қаласың ба? Қаласың ба? Қалыңыз қалай? Сәлеметсің. Бізде сол жаңа ғана планерка бітіп. Менің квотам не болды екен? Квотаңызды қалай айтсам екен? Айта беріңіз. Сізге квота бөлінген жоқ. Неге? Сіздің құжаттарыңыздың арасында мекен-жай туралы анықтамаңыз дұрыс емес екен. Сіз ешқай жерде тіркеуде жоқ екенсіз ғой. Оны неге бізге айтпадыңыз? Мен енді білмеймін не істейтінімді. Келесі квотаға құжаттар тек 3 айдан кейін ғана жинайды. Жарайды, мойымаңыз. Мүмкін сіздің туыстарыңыз бар шығар. Ажар, қарызға болса да ақша табу керек. Енді қазір операция істемесек, оның жағдайы бұдан бетер төмендеп кетеді. Талғатты көрсем болады ма?
Бізді біраз уақытқа жеке қалдырасыз ба? Қалдырайын. Бірақ көп отырмаңыз. Талғат. Неге өміріңіз осылай күрт өзгеріп кетті? Қалай? Қазір. Осылай. Осылай жақсы ма? Талғат, ой, не болды? Талғат! Талғат, не болды? Талғат, қорқытпа! Қорқып кеттім. Кетші! Талғат адаммен осылай ойнауға бола ма енді? Неге барлығы осылай болып кетті? Талғат? Сен мені естіп тұрсың ба? Талғат. Көзіңді ашшы. Көзіңді ашшы, Талғат. Көзіңді ашшы. Көзіңді ашшы. Қимылдатшы саусағыңды. Мен сені естіп тұрмын. Көзіңді ашшы. Ояншы, Талғат. Не болды сізге мұнда айғайлауға болмайды. Мына қараңыз. Саусағы қозғалды. Сізге көп тұруға болмайды мұнда. Саусағы қозғалды. Жоқ, шығыңыз, Жоқ, тұруға тұра болмайды. тұрыңызшы. Жоқ, Саусағы болмайды. қозғалды, қараңызшы. Болмайды. Дәрігерді біреуді жіберіңізші. Саусағы қозғалды, жаңа ғана қолына ұстады. Сәлеметсіз бе? Объявление бойынша келіп едім. Опытың бар ма? Опыт болғанда... Кір. Кір. Аптасына 3 рет, жарты күндік жұмыс. Үйді жинайсың, раковинаны, ваннаны тазалайсың, кірді кірмашына жақсылап тұрып саласың да, жуып, жақсылап тұрып жаясың. Байқа, бірақ күннің көзінде қатты тұрып қалмасын. Содан кейін қоқыстарды төгесің. Байқа, подъездегі бұрыштарға тастап кетіп жүрме. Бір мезгіл тамақ ішесің. 2000 теңгеңді жұмыстан кейін қолыңа ұстатамын. Әкел. Документіңді, удостоверениеңді әкел. Тоқтаңыз. Не болды? Істейсің ба, істемейсің ба? Жоқ, істеймін, сіз қайда барасыз? Массажға барам. 2 сағаттан соң күлім. Үйді айнадай қып тазалап қой. Үйде ақша, алтын жоқ. Еш жерді тінтпе. Көрдің бе, камераға түсіп тұрсың. Бір түйме жоғалса, басыңмен жауап бересің. Мен асығып тұрмын. Сыртыңнан жауып кетем.
Осы сенің жұмысың жоқ па? Жұмыс жетеді ғой. Қашан қарасам көше кезіп жүргенің. Бизнестерің қызық осы сендердің. Сен түсінбейсің, біздің әр кездесу ол ақша. Ақша. Көлігіңді қашан ұрып алғансың? Түсінбедің? Қалай түсінбедің? Оралып тұр ғой міне. Жаңа ғана сап-сау еді ғой біз кірген кезде. Жаман ұрып кетті. Өзімнен де бар, жаңа кірген кезде дұрыстап қоюым керек еді. Айналада камерада жоқ екен. Қап. Жарайды. Ештен кетпейді, жасатып аламын ғой. Сен апарып тастайын ба? Мен кетмеймін жұмысқа. Жоқ, қажет емес. Жайт хабарласамыз. Жақын ғой. Алло. Я алдым документтер. Одан кейін Светланаға айтшы. Бастық 5-ке таман жиналыс жасайын деген. Полный персоналдарды жинасын. Я. Мен где-то жарты сағатта боламын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Артын көріп бересің бе? Қашан ұрған? Жаңа парковкаға қойып кетсем ұрып кетті. Қашып кеткен ба? Кетіп қапты, шықсам. Қанша уақыт алады оны жасау? Бір күн болады, бамперді шешу керек. Ертең келіп алып кетесіз, тастап кетіңіз. Хорошо, әдемілеп жасайсыңдар ғой, иә? Келесі бөлімде көретіндеріңіз. Күйеуі больницада жатыр екен. Осы жылы операция жасамаса, өмір бойы мүгедек болып қалады дейді.
сәлеметсіз бе? Саламат па? Мен саған 2 күннен кейін келді дедім ғой. Жәкена бір келіншек таба алмай жатыр. Күнде баласымен паркте қонып жүреді екен. Жағдайлар да өте нашар сияқты. Не ғой, сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Кеше панеліңізде визиткаларды көргем. Бірақ бүгін тағы консилиум жасаймыз. Сол кезде нақты шешімін айтамын.